Қайырлы құрметті футбол жанкүйерлері. Эфирде елорда ақпарат және Айқын Литер командаларының арасындағы ойын. Бұл журналистер біріншідегі Бақ лиганың 4-ші тур аясындағы Б лигасының бірінші ойыны. Командалар ойынды бастауға дайын және допты ойынға қосатын Айқын командасы. Асқар Аратаев назарларыңызда және Қуанышхан Сапарбаев. Матч төрешілері Георгий Чеховский, бірінші дәрежелі төреші, және Нұрсұлтан Ескенов, бірінші дәрежелі төреші. Астана қаласы екеуі. Сонымен матч басталды. Айқын командасы ойынға қосқан және допты алаңнан шығарып алды. Доптың Айқын командасы Асқар Аратаев. Асқар қақпаға соқты жасап көрген және қауіпті сәт Айқын командасының елорда командасының орындауында. Алма кезек шабуылмен өріп жатқан матч бірден осындай жылдам қарқында басталды. Елорда ақпарат, Ертай Нұрғазин. Асқар Аратаев өтті. Бексаттар саттардан өтті және Бексаттар жоқ, әлде талас жалғасуда. Барлығын жасап пас беруде қателесті Асқар. Азамат Нұрматов қақпашы қайта Бексаттарға қалдырды. Достияр Мұқаш ашық. Және Бексаттар допты өзінде қалдырды. Дегенмен Асқар Аратаев оны аутқа шығарып тастаған болатын. Он қапталды іске қосып көрген елорда ақпарат командасы, бірақ Достияр Мұқаштың пасы қиыс кетті. Сонымен Айқын Литер командасы осы маусымда, жалпы осы маусым қана емес, Бақ лигада әлі ұпай алып көрмеген команда. Олардың қарсыластары бүгінгі бәсекелестері Айқын командасы, елорда ақпарат командасы. Бақ лиганың басты фавориттерінің бірі, бірақ биыл Б лигасында өйткені команда өткен маусым қатысқан жоқ. Сондықтан команда қайта Б лигасынан бастауға мәжбүр турнирді. Сонымен доп ойынға қосылды. Қақпаға соққы жасалды. Достияр Мұқаш, Ертай Нұрғазин. Допты ойынға қосатын Айқын Литер командасы. Айқынның қосалқы құрамын көріп отырған боларсыздар. Кілең Ғаймен Сығайлар, Сентр Менекайн деген ойыншылар және алғашқы өте қауіпті сәт болған. Бас дұрыс шыққан жоқ.
Ақтаудан келген ойыншы. Ақтаудан келген әріптес биылдан бастап елордаға қоныс аударған. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде орталығында қызмет атқарады. Алаңға Амангелді Сейітхан шықты. Амангелді Сейітхан қазақ футбол журналистикасының майталманы ардагері. Және алғашқы гол Бексаттар Саттар матчтағы есепті ашты. Елорда ақпарат командасы 1-0 есебімен алға шықты. Допты ойынға қайта бастау керек, өйткені 40-қа дейін бастап кетті. Сейітхан техникасы өте мықты екенін жақсы білесіздер. Және Нади Ысқақов алаңға шыққан елорда ақпарат сапында. Амангелді Сейітхан допты артқы шептегі әріптесіне қалдырды. Қалан шыққан Сапарбаев пен Бексаттар Саттардың допқа таласы елорда ақпарат ойыншысының пайдасына шешілген, бірақ пас өткен жоқ әріптесіне.
Время. Нурс. Ümitsiz şeytan denk geldin mi o zaman? To'lab qo'ydi qo'y, nima ko'p. Yer tasmalı mı? Al. Дыши мне. Штраф было. Команда плотно штраф было. John dedi mi? Al. Al. Брычет, брычет. Именно осы бойынша брычет. Енді андайлар болады анау жаңағы
матчтан экөөгө кыскарып деген сыяктуу. Апелляция берет жаңа. Штрафын төлөп. Просто еще сен тағы екі мантық қойын. Одан кейін сен тағы екі ойын кетіп қаласың. Келесі екі ойынға кеткен болсын. Тағы екі ойын кетесің, штраф қойып. Штраф. Бесеу. Бір негесі ме бесеу қойып. Бесеу деген қанша ма? 10 ма? 12 ма? 13 ма? Одан кейін екі ойынға кеткен ба? Иә. Қазір ойлап келейін.
Zakir. Tu les as mis au sol. Super Saiyan.